Армысыздар қымбат достар, сіздермен бірге мақсат. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. 2022 жылы отбасы банкынан несие аламын, отбасы банкінде ақша жинап, мемлекет тарапынан берілетін сыйлықын толық көлемде аламын дейтін жандарға бүгін өте пайдалы тақырып болмақ. Үлкен өтініш, жылжытпай бейнероликті соңына дейін көрсеңіздер, менің YouTube каналыма подписка жасап қойсаңыздар. 2022 жыл көрсеткіштерде қандай өзгерістер болды? Біріншісі айлық есептік көрсеткіштің өсуі, екіншісі күнкөріс деңгейінің өсуі. Биылға бір айлық есептік көрсеткіш 3063 теңге, күнкөріс деңгейі 36,18 теңге. Яғни бұл жерде ескере кететін бір жайт, қымбат достар, айлық есептік көрсеткіште, күнкөріс деңгейі де жыл сайын өсіп отырады. Мысалға, айлық есептік көрсеткіш 2021 жылы 2917 теңге еді. Күнкөріс деңгейі 2021 жылы 34302 теңге. Көптеген мемлекеттік бағдарламалар, бағанадай жай нарықтық бағдарлама болсын, шығысты табыс есептейтін кезде біз осы міндетті түрде айлық есептік көрсеткіш пен күнкөріс деңгейіне назар аударатынбыз. Енді қараңыздар достар. Егер де сіз биыл бақытты отбасы бағдарламасымен несие рәсімдеймін, немесе тұрғын үй сертификатын аламын, яғни тұрғын үй сертификаты деген мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз бастапқы жарнаға ақша, ол бүкіл Қазақстан бойынша қалаларда берілмейді, тек қана белгілі қалаларда. Бұл бақытты отбасы бағдарламасы тұрғын үй сертификаты жөнінде менің YouTube каналымда барлық сабақтар бар, соны көрсеңіздер болады. Бақытты отбасы тұрғын үй сертификатын алу үшін табыс 3/1 күнкөріс деңгейінен аспау тиіс. Енді 3/1 күнкөріс деңгейін көбейтеміз. Бір күнкөріс деңгейіне жаңа көрсеткішпен 2022 36,18-ге тең 111,655 теңге шығады. Енді нұрлы жер шаңырақ бағытында табыс 3/7 күнкөріс деңгейінен аспау тиіс. Жан басына шаққан кезде. Бұл жердің бәріне жан басына шаққан кезде айтылып отыр достар. Яғни отбасыңызда сізде 5 адам болса, 3/1 көбейту 36,18, 111,655-ті 5 адам көбейтетін боласыздар. Міне, нұрлы жер шаңырақ табыс 3/7 күнкөріс деңгейінен аспау тиіс. 3/7-ні көбейтеміз 36,18 теңге. Табыс жан басына шаққан кезде 133,266 теңгеден аспау тиіс. Шығыс бірден айта кетейік, оны созып қандай қажеттілігі бар. Ипотекаларда отбасылық шығыс жан басына бақытты отбасыда 5 аектен, яғни бізде аек 3063 теңге 2022 жылға, нұрлы жер бойынша 10 аектен аспау тиіс. Нарықтық бағдарламаларды алатын болсақ, ол жерде бір бағдарлама бойынша 10 аек, бір бағдарлама бойынша 15 аек, яғни кейбір кезде үлкен аудан, үлкен облыс, кіші облыс деп те бөліп атады. Ол кезде мына көбейтесіздер 3063-ті 10-ға, 3063-ті 15-ге. Енді 2022 жылы мен отбасы банкінден депозит ашамын, немесе өзімнің бар депозитін жандандырамын, мемлекет тарапынан берілетін максималды сыйлықақын алам деген жандар жақсылап тыңдап алыңыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Міне, тағылды екі жақтан да. Қолдарыңызға ручка мен қағаз алып жазып алыңыздар. Госпремияны алу үшін шотта жылдың соңына дейін 200 аек жинау керек. Бір аек қанша дедік? 3063, яғни 3063-ті көбейтеміз 200-ге, тең 612,600 болады. Енді сізге сұрақ. Отбасы банк мемлекет тарапынан өзіңіз жинаған ақша қанша пайыз сыйлықақы береді? Есіңізге түсті ме? 20%. Яғни 612,600 көбейтеміз 20%-ға, тең 122,520 теңге. Сіз 612,600 жинасаңыз, жыл соңында сізге мемлекет тарапынан 122,520 теңге береді. Көп жинасаңыз, яғни ол жөнінде толыққанды видео бар, госпремия деген жөнінде. Енді достар, міндетті түрде, қатаң түрде айтамыз сіздерге. Егер де сіз 2021 жылғы менің түсірілген бейнероликтерін көретін болсаңыз, ол жерде мен айтып отам, МРП деп орысшалап аекті, аек деп отам, күнкөріс деңгейі деп отам, прожитый минимум деп мүмкін. Енді достар, үлкен өтініш. Осы жылға санақты санайтын кезде мына сандармен санайсыздар. Жарайды ма? Себебі барлық бейнероликтер түсірген кезде, мысалы біз 2021 түсірсек, сол кездегі актуал цифраны айтамыз да. 2022-де көріп отырсаңыз, значит сіз 2917 көбейтпейсіз, 3063 көбейтесіз. Күнкөріс деңгейі деген мәселе туындаса 34302 емес, 36,18 көбейтесіз. Жарайды ма? Ана менің 2021 жылға түсірілген бейнероликтерін көріп алып, ой, Мақсат мырза айтып еді бағана. Нұрлы жер бойынша табыс 126,917 теңгеден аспаса болды деп жүрмеңіздер. Биыл міне, не өсті ғой күнкөріс деңгейі 36,18-ге. Соответственно, 3/7-ні 36,18 көбейтесіз тұр. 133,266 болады, достар. Жарайды ма? Бүкіл ескі бейнероликтерде актуалды информация тұр. Тек қана, енді көрсеткіштер жыл сайын өзгереді ғой, дұрыс па? 2020-да бір өзгереді, 2021-де бір өзгереді, 2022-де бір өзгереді, 2023-де тағы өзгереді. Мына цифрада актуалды болмай қалады. Сондықтан сол достар, жалпы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Үлкен өтініш, менің YouTube каналымды қолдап, подписка жасап қойыңыздаршы.
ана подписацияны басып, поделицаны басып группаларға таратыңыздар. Бұл YouTube каналда 170-ге жоқ видеоролик бар, 170-ге жетіп қалдық шамалы. Қараңыздаршы, қаншама пайдалы, қажет тегін ақпарат таратыңыздаршы барлықтарына. Осы YouTube каналға кіріп, бір күн уақытын арнап, ручкамен қағазалған адам баспана нарығын толық бағдарламаларын біліп шығады. Сондықтан сол достар, сіздерге жалпы ақпарат пайдалы, ұнамды болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған сүйікті ұлдарыңыз Мақсат, әр қазақстандық баспаналы болсын. Мақсатпен мақсатқа.